Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Алдында жайылып жатқан, онан тұрып тұрған апалып қазір сыммен байланып, қолмен 2, 3, 4, 5 жерден байланып, бұрыштар мықты болу үшін жиегіндегі зазорларға топырақ үйіліп, нөлі шығып 87 сантиметр фундаментке арматура полный тоқылды. Мынадай колонналар шықты ортадан. Мына жерге ағаш қалдырып жатыр. Ертең отопление трубасы круговой айналып өтеді. Сол кезде ойып жүрмейсің бетонды. Мына үкіметтің бетонын ойып қиындау болады. Сол үшін 1, 2, 3, 4, 5 жерден байланған. Мына жерден көрінер ме екен? 2, 3, 4 жерден кейбір жерлер. Мына жерде солай байланып шықты. Стройка қатысты сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Мына жерге арматуралар 1,20 шамасына жүрген, қазықтар 1,5. Бұрыштарға дополнительный шуруппармен тартылған. Бетонды осылайынан апалықтың жартысына бір қиып жоғалған дұрыс, дегдетіп, болмаса бетон мешалканы ағып тұрған кезде лотоктан поқ деп апалықтың жар жіберу мүмкін. Жартылай құйып, келесі бетон мешалк келем дегенше дегдейді. Осылайынан. Анаңда жартысына дейін барып тұр. Анаңда жарты апалық болды. Мына жағы екеуі тиісті бір-біріне. Мына жаққа да ағызып қойдық. 8 куб келді. Мына жилкіміз тегістейтін. Жақта жатыр жилкі. Көрінер-көрінбес. Күнменен шағылысып. Мына жағынан да оған барып тиістейік орта. Келесі бетон мешалканы мынадан бастап құйып, қайттан былай. Бірінші қиған жақтан жасап, айналдырамыз. Лаура бетон. Бетон жақсы екен, ана бетон. Барлық бетондар жанымызда апалып. Кеше құйылған фундамент. Осындай уақыт 87 сантиметр. Ішкі апалып келеді шешті, сыртқа апалып келгенде қалды. Ертең шешіледі, бүгін кеш баттық барды. Апалықтың түзулігін бүйтіп қарайды. Бригадаларыңыз тексерем десеңіздер, былайынан қарайды. Тіп-түзу бір сызықтың бойында жатады. Полный апалық шешілген соң жақсы көрінеді. Тағы бір күні көпішті. Тағы да бір көп. Қарағыз ұстап тұрған неғім алма? Тағы бір? Жерден ал. Қарағыз жалбырап ұшып кетеді жермен. Наған апалып құрмайды екенбіз ғой енді.
Бетон құйған кезде. Кете береді екен ғой бұлайынан. Кірпіш өр алдында. Бұлайынан түзелігін білуге болады бетік. Бір сызықтың бойында. Жил керіп алып. Колонналар. Саз. Балшық арасына. Үйдің канализациясының трубасы. Онан кейін судың трубасы. Отырған пакетпен жауып. Аузына ағашқа қағып қою керек болмаса майда. Шыққан бір денседен кіріп кетеді да, ішінде қалып қояды сосын. Су жүргізген адамға суды тартпадың, пайкелеп тастадың деп әңгіме болады. Мына бұрышта сондай болады, колон кірпіш ішінде өріліп кетеді. Ертең мына бұрыш көгермеу үшін бетоннан солай болып шығады. Сейсмопоезд солай ішінден құйылады. Мына кірпіш мұздай тартқызбайды. Ызғар тартқаннан кейін көгереді. Ызғар тартпау үшін мынадай колоннаны қоршау өріп кетеді. Мынаяқтан жаңағыдай өтеді, арғы бұрышта көрсеткенім бар. Кірпіш қойып, міне апалып құрмайсың, 1,5 кірпіш. Жерге дейін жабады. 10 қатарда, 15 қатарда сұйықтатып қия бересің бетоныңды. Мына жағынан қарасаң түзу. Кірпіштер бір сызықтың бойында жатыр. Өзі каменщик жігіт үйіне үй салып алып жатыр өзіне. Осындай 12-де 13 үй.